Ал қасіретті қаңтардан кейін үкіметке келген премьер-министр Әлихан Смайылов қымбатшылықпен қалай күресіп жатыр. Базарға барсаңыз азық-түлік күн санап қымбаттап барады. Ал инфляция деңгейі 17%-ға дейін артып, соңғы 15 жылда болмаған көрсеткішке жетті. Әріптесім Ая Мүтәлі дүкен аралап, баға нарығын зерттеп қайтқан еді. Елдегі экономикалық жағдай мәз емес. Инфляция соңғы айда тағы өсіп, азық-түлік одан сайын шарықтай түсті. Үкімет мүшелері бұлай жалғаса берсе, алдағы 2 айда да тамақ қымбаттайды дейді. Әлихан Смайылов бұған баға нарығын реттей алмаған әкімдерді кінәлап отыр. Бұл бірінші кезекте әкімдіктер тарапынан қабылданып жатқан шаралардың жеткіліксіз екенін көрсетеді. Қаңтарда жұрт қымбатшылыққа қарсы шыққанда үкімет отставкаға кетіп, премьер Смайылов болғанда өзгеріс болатындай көрінгенді. Алайда 10 айдан бері үкімет басшысы әкімдерге осылай ескерту жасаудан әр аспады. Ал баға шарықтап барады. Қымбат дейін мен алдында, біздің саян опасын, қымбат. Халық дүкенге барған сайын бағаның аспандап бара жатқанына қынжыламыз дейді. Тіпті кей адамдар тамақты кредитке алып ішетін болған. Мен ет алдым, май алдым. Майдың ең арзанын алдым, шыны керек. Қанша шықты осының барлығы? Осының барлығы так. 15 мың теңге ет шықты, қалғаны 5-6 мыңдай шықты. 20 мың теңге мына әшін тұрған 2 пакет. Қанша күнге жетеді? Бір 2 аптаға жеткіземіз ғой. Яйцо, допустим, 1500 было, сейчас почти 1800 стоит. Масло подорожало, да все подорожало, что пересчитать-то? Ақшам таусылып қалады продукт алған кезде. Бұрынғыдай емес, бұрын көп зат алатынбыз. 10 мыңға мысалы. А қазір 10 мыңға ештеңе келмейді. Если под контролем, почему дорожает все? Не под контролем. Азық-түлікке айына мысалы 200 мың кетеді ғой, былайша айтқан кезде 2 адамның өзінде біз 2 адам тұрамыз. 5 баласы барларға мен таңғаламын, қалай өмір сүреді. Ал сарапшы экономист Олжас Құдайберген азық-түлік бағасын ауыздықтауға үкіметтің шамасы жетпейді дейді. Себебі елімізде инфляцияны тежеуге арналған нақты құрал жоқ. Бұл проблема бойынша қысқа мерзімді шешімдер жоқ. Ұзақ мерзімді шешімдерді айтсақ, ол біріншіден ол өзіміздің өндірісімізді дамыту, екіншіден валюталық, сосын монетарлық тұрақтылықты құру. Осы маған жеткілікті, рахмет. Қалай болғанда да үкімет бағаның күрт өсуін тежеу үшін барымызды саламыз деп отыр. Ол үшін әкімдерге тағы 2 ай уақыт берді. Дегенмен 1 жыл бойы мәселені шеше алмаған жергілікті биліктің бұл жолы қабылданған шараларынан нәтиже болатынына сенудің өзі қиын. Ая Мүтәлі, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.